Сәлем, бұл Миратрикс. Әйгілі менің атым Қожаның екінші бөлімі түсірілім кезінен ақ үлкен қызығушылық тудырғаны анық. Арада 60 жылдан астам уақыт өтсе де, кино авторлары түпнұсқадағы касттан аумайтын актерлерді тапты. Содан мен екінші бөлімді күттім және ол туралы айтарым бар. Ендеше бастайық. Фильм 1963 жылғы менің атым Қожаның тікелей жалғасы. Арада 7-8 жыл өткен, Қожа есейген, алайда қылықтары сол баяғы қалып қойған. Басты кейіпкер жазушы боламын деген арманы бар, ол сюжетке ықпал ететін блокнотпен жүреді. Осы жерден ақ бірнеше сұрақ туындайды. Арада 10 жылға жуық уақыт өтті, Қожа есейді, алайда оның досы Сұлтан мысалы, сол қалпында қалып қойған. Сұлтанның Қожадан үлкен екенін ескергенде, оның жігітке айналатын кезі келді. Бірақ ол сол сюжеттік 7-8 жылдың ішінде дым өзгермеген. Жазушы боламын деген Қожаның жазушылыққа талпынысын көрсетпейді. Оның блокноты бар, одан фильмде бір-екі ой түйіндеуге болады мысалы. Бірақ Қожаның ерекше көзқарасы қайда, жазушылық таланты қайда көрінбеді. Бірінші фильмде оның ерекше ойлау қабілеті бар екенін, фантазиясы мықты екенін көрсеткен еді. Бұл фильм сюжет бойынша классикалық бірінші бөлімін қайталағанмен кейіпкерді ашып үлгермегендей әсер қалдырады. Жалпы жаңа саяхаттың жанрлық формасына да сұрақтар бар. Сюжеттік тұрғыда екінші бөлім бірінші бөлімнің ремейкі сияқты. Тура сол кейіпкерлер, тура сол сюжеттік бұрылыстар. Бірақ бұны толыққанды ремейк деп атай алмайсың, өйткені ремейктерде жаңа заманға сай бір ой салынуы тиіс, немесе техникалық тұрғыда фильм жақсаруы қажет. Техникалық тұрғыда жақсаратындай Қожа фантастика немесе үлкен тарихи картина емес. Үлгі ретінде Бен-Гур деген фильм бар мысалы, соны алуға болады. Осыдан 100 жыл бұрын түпнұсқасы түсірілген еді, ал 1959 жылы жаңа нұсқасы түсірілді. Өйткені техника жақсарды, мүмкіндіктер пайда бола бастады. Фантастика жанрында көрінбейтін адам немесе шыбын фильмдерін қарастыруға болады. Мұнда да техникалық мүмкіндіктердің арқасында фильм жақсара түсті, жаңара түсті. Әрине шынайы оқиғаларды да қайта түсіретін кездер болады. Мысалы, Жұлдыз туды фильмін 4 рет қайта түсірген. 4-еуі де өз заманның хитіне айналды. Соңғы нұсқасы естеріңде шығар, Shallow деген әні Оскар алып кеткен еді, Леди Гага мен Брэдли Купер түседі ішінде. Кейде ремейктер түпнұсқадан асатыны бар. Брайан де Пальманың Тыртық бет деген нағыз классикаға айналған фильм, ал оның 30 жылдары шыққан түпнұсқасын көпшілік көргенде жоқ мысалы. Тіпті Аль Пачино түскен фильм ремейк екенін көпшілік біле бермейді негізі. Менің ең сүйікті ремейкім Оушенның 11 досы. 1960 жылғы түпнұсқадан ұрлық тақырыбымен басты кейіпкердің атын алған, қалғанның бәрі жаңа, динамикасы басқа оқиға. Содан ремейк болып жасалған фильм франшизаға айналып өз көрерменін тапты. Оушен достары туралы бұрыннан бейне түсіргім келеді, керек пе комментарийге жаза кетіңіздерші. Батыстың киносын ұната бермейтін сияқтысындар, қаралым көрсеткіштерін байқағаным. Қожаға оралайық. Мейлі, ол ремейк емес, софт ребут шығар. Софт ребут түпнұсқа оқиғасын жоққа шығармайды, жаңа актерлерді енгізіп оқиғаны жалғастырады. Джуманджи секілді мысалы. Осылайша франшизаға жаңа дем беріліп, жаңа аудиторияны оған қызықтырғандары бар. Қожаға сол софт ребут деген ұғым келетін сияқты. Бірақ ол франшиза емес қой. Жай ғана классиканың сәл-сәл жаңарған түрі. Жаңарған, бірақ жаңа ой салмайтын түрі. Және бұл жаңа кейіпкерді енгізбейді, сол баяғы кейіпкерлерді жаңартады. Былай бір қарағанда полу ремейк, полу софт ребут. Не үшін түсірілгені түсініксіз. Бірақ фильм тым жаман деп айтуға болмас анық. Фильмде суретшілер департаментінің жұмысы маған қатты ұнады. Кеңес одағының кезін керемет суреттеген, бірақ оның басты функциясы көрерменге керек пе, керек емес пе үлкен сұрақ. Фильмге қызығатын жаңа буын кеңес кезін көрмеген, олардың ондай ностальгиясы жоқ. Әрине, онсыз, кеңес одағынсыз фильм болмас еді, онысы түсінікті. Дегенмен, жаңа аудиторияны тартып, ақыры ремейк істеп жатқан екенсіңдер, оқиғаны қазіргі заманға ауыстырып, Қожаның қазіргі уақытта да ахуалда екенін неге көрсетпеске? Жаңа заманның жаңа Қожасын бермейсіңдер ма елге деген ой туындайды. Фильмнің жақсы тұстарына кастингтің ерекше жұмысын да жатқызуға болады, ол туралы айтып кеткенім бар жоғарыда. Актерлер шынымен қатты ұқсаған, тіпті түпнұсқалы Қожаға орын табылды, онысы мықты қадам.
алайда басты кейіпкердің әкесі бар. Бұл рөлді Еркебұлан Дайыров сомдайды. Экранда өз буынның ең дарынды актерлерінің бірі 3 сахнада ғана көрінеді. Сондай ірі актерді алып, оған актерлік шеберлікті көрсетуге мүмкіндік бермегендей. Фильмді содан бастайды да бүкіл оқиға бойы Дайыровты күтіп отырасың. Оны не үшін шақырды деген ойға келесің ақыры, оны тіпті трейлерге қоспаған даже. Фильмнің мінсіз плюсы Ғалымжан Молданазардың 2 әні. Сол 2 әннің біріне мықты клип түсірілді. Оны фильмнен көруге болады. Ең мықты сахна сол шығар. Стористе де сол сахнаны сала береді. Және де Дос Мұқасан тобының Той жыры әні де жанға жайлы. Өйткені сол топ сол заманның жарқын естеліктерінің бірі, және бірінші фильм сол заманда түсірілгеннен соң топпен түйіспеді. Оның әндерін қолданбады фильмде. Және жаңа нұсқасында бұл тарихи қателікті түзеді деп айтуға болады. Фильм сонда не туралы деген сұраққа жауапты табуға миым жетпеді. Әрине қожаның есеюімен есі кірмегені жайлы деп айтуға болады. Бірақ оның аяғында басты кейіпкерде, көрерменде анық ой түймейді. Дарынды кинематографисттер қожаның өз нұсқасын түсірмек болды, бірақ өз нұсқасы косплейге айналып кеткендей көрінді мен үшін. Дегенмен прокаттың бірінші аптасында 56 миллионнан астам қаражат жинапты деп жатыр Тикетон порталы. Демек қызығушылық бар. Наурызды тойлаған күндері бұл көрсеткіш артса, бұл біздің прокат үшін ерекше жағдай тудырады. ақш-та мысалы, алғыс айту күніне орай демалыстарда кинотеатрлар көбірек пайда табады, және кейбір ірі фильмдерді сол демалыстың қарсаңында шығаратыны бар. Бізде де сондай демалыс орын алатын секілді. Яғни келесі жылдары наурызда бірнеше күшті фильм шығып өзара бәстесуі мүмкін. Бәсекелестен сапа туады. Бастысы киномыз жақсарып, классикаға кино майталмандарымыз тиіспесе екен деген ойым бар. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.